2022 жылы адамзатты не күтіп тұр? Әр дәуірде болашақты болжап, жеке бір елді немесе тіпті барша адамзатты не күтіп тұрғанын қолға қойғанда айтып беретін көріпкелдер болған. Сондай көріпкелдердің бірі 16 ғасырда Францияда өмір кешкен Мишель Нострадамус. Ол соңында болашақта адамзат баласын және жекелеген елдерді не күтіп тұрғанын астарлап түсіндіретін өлеңдер қалдырған. Көріпкелдің жазғандарын дәл түсіндіре алатын адамдар рас. Дегенмен, Центурия аталатын 4 шумақты өлеңдерді өздерінше талдауға талпынатындардың қатары аз емес. 3 күн қараңғы түнек болады. Мыңдаған жылдарға арналған көріпкелдік болжамдарында 2022 жылға арналған болжамдар да бар. Бұл жылы адамзат үшін жер планетасы нағыз сынақ орнына айналмақ. Табиғатты ластап, ойларына келгенді жасаған екі аяқты пенделерді жер ана жазалауды қолға алады. Бұл жылы табиғи апаттар әр өңірде көп болмақ. Сондай табиғи апаттардың бірі Европаны түгел қамтитын қатты дауыл. Ең күшті соққыны Франция алады дейді көріпкел. Табиғат апатынан келетін зиян шаш етектен. Сонымен бірге Жапон аралдарында қатты жер сілкінісі орын алып, адамдарға үлкен зардап шектірмек. Жер сілкінісі көріпкелдің пайымдауынша қазан айында болады деп күтілуде. 2022 жылы болатын апаттардың ең күштісі ретінде көріпкел аспаннан жауатын метеорит жауындар дейді. Мұхитқа құлаған метеорит таудай толқындар туғызып, көп жағалаулар су астында қалады. Биылғы жылы мұндай көптеген құлайтын ғарыш тастары бір емес, бірнеше рет орын алмақ. Бұның өзі аса көп мөлшерде шаңды көтеріп, осының салдарынан 7 сағат бойы күннің көзі көрінбей жер бетін қараңғылық тұмшылайды. Саясатта не болады? Көріпкелдің болжамынша, биылғы жылы бірқатар алауыз болып келген елдер татуласып жақындай түседі. Оның арасында Ресей мен Украина елдері бар. Бір-бірімен соғыс жағдайында тұрған екі мемлекет қандай себептермен жақындасады? Ол әзірше белгісіз. Өлең шумақтарында корольдің кенеттен болған қазасы елде үлкен өзгеріс туғызып, екінші корольдің билікке келуіне жағдай жасайды деген мағынадағы жолдары кейбір сарапшылар Солтүстік Кореяның басшысының өлімімен елдегі болатын оң өзгерістерді жорамалдайды. Бұның қаншалықты шындыққа жанасатын уақыттың өзі көрсетпек. Экономикалық дағдарыс күшейеді. Нострадамустың болжамынша, әлемдегі соңғы жылдарда пандемияның салдарынан болған кризис одан әрі тереңдеп, теріс салдары күшейе бермек. Соның салдарынан ақш-тың доллары құнсызданып, елде қаржылық қиындықтар туындайды. Алпауыт елге Евроодақ көмек қолын созады. Көріпкелдің пайымдауынша, қаржы дағдарысы бағаны шарықтатып, одан әрі өсіреді. Әсіресе Европа елдерінде бұл дағдарыс өткір сипат алмақ. Бұл жолы ақшаны құнсызданудан сақтаудың тәсілі ретінде көріпкелдің болжамына сүйенген сарапшылар күміс монеталар мен криптовалюталарға көбірек иек арту қажеттігін алға тартады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.